Сәлеметсіздер ме, қымбатты балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоректік орталардың түрлері және оларды әзірлеу. Сабағымыздың мақсаты микробиологиялық зерттеулер кезеңдерін сипаттау және түсіндіру. Ал оқушылар, назарымызды жаңа сабаққа аударайық. Қоректік ортаға қойылатын бірнеше талаптар бар. Қоректік орта нәрлі болуы қажет. Құрамындағы барлық қажетті заттар оңай сіңірілетін түрде болуы керек. pH ортасы қолайлы болуы қажет. Микроб жасушасы үшін изотоникалық жағдай тудыру керек. Яғни ортаның осмостық қысымы жасушаның ішіндегі қысымымен бірдей болуы қажет. Стерилденген болуы керек. Себебі бөгде микробтар зерттелетін микробтардың өсуіне, оның қасиеттерін анықтауға кедергі келтіреді және ортаның қасиетін өзгертеді. Тығыз орта ылғалды әрі микроорганизмдер үшін қолайлы консистенцияда болуы қажет. Белгілі бір тотығу, тотықсыздану потенциалы болуы керек. Яғни электрондарды беретін және қабылдайтын заттардың ара қатынасы RH көрсеткішімен беріледі. Мүмкіндігінше біркелкі, яғни құрамындағы жеке ингредиенттердің тұрақты мөлшерінің болуы. Қоректік орта бастапқы компоненттері бойынша екі топқа жіктеледі. Бірінші табиғи орталар, жануар және өсімдік текті өнімдерден дайындалады. Ет, сүйек ұнтағы, азықтық, ашытқылар, ұйыған қан және тағы басқа. Екінші жасанды орталар, химиялық таза, органикалық және биорганикалық қосылыстардан дайындалады. Олардың көрсетілген концентрациясын дәл өзгертпей алып, екі қайтара дистилленген суда ерітеді. Қоректік ортаны дайындау дәрежесі бойынша дайын қоректік орталар, құрғақ қоспалар, яғни петри табақшасында, құтыларда. Қоректік орта консистенциясы бойынша, яғни тығыздық дәрежесі бойынша сұйық, сорпа, жартылай сұйық қоймалжың, тығыз түрінде болып келеді. Қоректік орталар құрамы бойынша біріншіден қарапайым ет пептонды сорпа, ет пептонды агар және қоректік желатин. Күрделіге тоқталайық. Көп компонентті орталар, олардың құрамында амин қышқылдары, дәрумендер, микроэлементтер және басқа заттар болады. Қоректік орталар түрлі мақсатта жасалады. Негізгі, арнайы, элективті, дифференциалды диагностикалық және транспорттық, яғни тасымалдаушы мақсаттарда жасалады. Қоректік орталарды дайындау. Шикізат. Қоректік орталарды дайындау үшін бастапқы шикізат ретінде жануар және өсімдік текті өнімдер, сонымен қатар дайын шала фабрикаттар қолданылады. Қоректік орталарды дайындау кезеңдері: пісіру орталарда, ашық отта, су моншасында, автоклавта немесе пісіру қазандықтарында қайнатады. pH ортасын орнату индикатор қағаз көмегімен жүргізіледі. Потенциометр немесе компаратор қолданылады. Егер қайнату кезінде орта лайланса немесе қарайып кетсе, мөлдірлету жүргізіледі. Сұйық және балқытылған желатинді орталарды сүзу ылғалды немесе мата сүзгілер арқылы жүргізіледі. Ыдысқа қоректік ортаны сыйымдылықтан артық құюға болмайды. Стерилдеу. Стерилдеу режимі ортаның құрамына тәуелді және ол рецептіде көрсетіледі. Бақылау. Ортаның стерилдігін көрсету. Химиялық бақылауды pH-қа байланысты орнатады. Жалпы және аминдік азотты, пептонды, хлоридтерді тексереді. Бактериологиялық зерттеулер бірнеше кезеңде жүргізіледі. Жеткізілген материалды қоректік ортаға себеді. Кейбір материал түрлерін алдын ала себуге дайындайды. Содан кейін барлық түрлерін үшін себінділердің инкубациясын іздестірілетін бактерия қасиеттеріне сәйкес жағдайда қарайды. Қымбатты оқушылар, осымен жаңа сабағымыз аяқталды. Енді назарымызды тапсырмаларға аударайық. Бірінші тапсырма биологиялық диктант. Ал кәне биологиялық диктантты орындайық. Оқушылар, назарымызды тапсырманың жауабына аударайық. Пайдалану мақсатына қарай қоректік орталар 5 негізгі топқа бөлінеді.
әмбебап қоректік орта, арнайы орта, элективті немесе таңдамалы орта, дифференциалды диагностикалық орталар, транспорттық тасымалдаушы. Синтетикалық орта деп белгілі бір химиялық қоспалардан тұратын орталарды атайды. Құрамында күрделі заттар, ашытқы экстракциясы, ашытқы автолизаты, пептон немесе ет экстракциясы қосылған орталарды күрделі орта деп те атайды. Оқушылар, назарымызды екінші тапсырмаға аударайық. Дәптерге қоректік орта дайындау кезеңдерін сұлба түрінде көрсетіңдер. Бұл тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Қымбатты оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.